Сәлем қыздар, сіздермен бірге макулюбе дайындаймыз. Оп-оңай, еш қиындығы жоқ. Осы ең алдымызға сәбіз, картоп, тәтті бұрыш, пияз, ет керек. Міне сәбізді осылай дөңгелек етіп, майда қуырып аламыз. Екі жағын қызартып, әдемілеп қызып тұрған отта тез қызарып, әдемі пісе келеді. Сосын жинастырып, бір ыдысқа жинап қоямыз. Екінші картопты салып қора бастаймыз. Картопты да дәл осылай дөңгелетіп, салып, рет-ретмен қуырып аламыз. Екі жағын бірдей қызартып. Мінекей картопымыз да дайын болды. Екшеті қызарып, әдемі болып шыға келді. Енді ары қарай етімізді дайындаймыз. Етке тәтті бұрыш қосып қуырсаңыз да болады, немесе құр еттің өзін қуырсаңыз да жетеді. Мінекей мен видеода етпен тәтті бұрыштарды араластырып, жақсылап қуырып, бұқтырып қойдым. Енді кезек күрішіміз. Күрішімізге кішкене куркума қостып, күріштің светін әдемілеп өзгертіп тұру үшін түсін сарғыш қылып, мінекей майда қуырдық. Жаңағылардан қалған майға қуырсаңыз болады, картоптан, сәбізден қалған қуырып, үстіне ыстық су құйып, баяу отта бұқтырып қоямыз күріш піскенге дейін. Мінекей дайындап қойдық. Маған табаның да, қазанның да еш реті келмеді. Сонымен қолданыстан шығайын деп тұрған кастрөлді алып келдім. Бір құлағы жоқ, осы тура келді. Міне астына осындай пияз салдым. Жаңағы сәбіздерді орналастырасыз осылай әкеп. Одан кейін жайлап картопымызды сала бастаймыз үстінен. Содан кейін жаңағы етімізді әкелеміз үстіне. Осылай жаңа қуырып алған затымыздың бәрін үстіне әдемілеп реттестіре бастаймыз. Мінекей. Ал енді ең соңында жаңағы піскен күрішімізді әкеп үстіне қойып, жақсылап нығыздаймыз. Осындай картоп пюре езетін ыдыспен де нығыздап қойсаңыз, қазір аударған кезде әдемі болып, дөңгелек болып түсу керек. Міне 20 минутқа бұқтырдық тамағымызды. Оған дейін осындай салатымызды дайындап қоямыз. Міне әп-сәтте көптен күткен, қазір бәріне трендке айналған макулюбеміз әп-сәтте дайын болды. Міне ұрғылап жатыр бала-шағалар қасықпен. Осылай ашамыз. Оппа! Міне менің макулюбем осылай болды. Дәмі әдемі, түрі де келісті болды. Сіздерге де жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Ақмарал Исахова.